кімнің Өмірбаевтың кожасының цветі қара ғой, и беті бар қара, бет. Ол қалай ол сіз оны қолдау сөзін жазып қойдыңыз? Сол менің ойым. Мысалы, оның кожасының цветі қара. Мен қара бет деймін оны содан кейін. Мен мысалға сары бет деп жазып отқан жоқпын ғой, енді кожасының цветіне қарап қара бет деп жаздым. А сіз қалай оған сараптама жасадыңыз? Қара бет сіз қалай түсінесіз? Мен мысалы қара бет деп, мысалы ана жерде қара кім бар кожасының цветі? Ана кісі қара бет мысалға. Ол кісімен қара бет деп айтылған, мысалы өзім сары бетпін, ақ бетпін ба, сары бетпін ба. Ал ол жерде Өмірбаевтың кожасының цветіне қарадым, кожасының цветі қара мысалға. Сіз қалай сараптама жасайсыз? Мына қара кожасының цветі қара бет. Ол кісі мысалға шағымданып тұрған жоқ, арызданып тұрған жоқ, кожасының цветі қара, онда тұрған ештеме жоқ мысалға. Сұрақ түсінікті ма сізге? Сарапшы. Қара бет сөзінің қандай мағына беретінін мен қорытынды ішінде көрсеткем. Сіздің қорытындыңызға мен қанағаттанып тұрған жоқпын, себебі қара беттің өзінің түбірі қара бет. Не тұр ғой, қара бет, екі сөзден құрап тұр. Бұл жерде этимологиямен айналысып тұрған жоқпын. Бұл жерде мәтін ішінде қалай берілгенін айтып тұрмын. Түсінікті, жауап түсінікті, тағы сұрақ. Болды ма? Халық жауы қара беттер деп ол сөздер қатар қолдануының қандай да бір негатив бар екенін көрсетеді. Түсінікті. Жәбірленушілер, сұрақтарыңыз бар ма? Өмірбаев. Жоқ.